мүмкін. Әлгі бір Вин Дизельдің айтатын сөзі бар еді ғой. Бала кезде 500 рет төбелесуді неттім дейді, 500 драк деп қойдым дейді. 500 драк. На твоем счету должно быть не меньше 500 драк, чтобы стать настоящим крутым чуваком. Әйеліңмен 500 рет ұрысқан кезде шынымен сенде өзі бір әртүрлі иммунитеттер пайда болып кетеді уже. Адамдардың кейбір майда мәселелер төңірегінде әйелімен ұрысып жатқанын көрген кезде бұдан гөрі бір үлкенірек мәселелерге ұрыспайсыңдар ма деп ұрысқым келеді олардың өзінде ше. Нормальды нәрсеге ұрыспайсыңдар ма деп. Бізде бір сөз бар ғой өзі, біздің баратын жеріміздің бәрі бір ғой деген. О дүниеге барамыз ғой деп айтты. Мен айтамын, осы сөзге келіспеймін. Біздің баратын жеріміз бір емес негізі. Біздің баратын жеріміз екі жақ. Не адам тозаққа кетеді, не жәннатқа кетеді. Сондықтан адам ақыры жұп болып үйленгеннен кейін баратын жерің бір деп шешсең, ол жәннатқа бару керек та. Екеуің қосылып тозаққа кетіп қалсаң не пайда одан? Или болмаса екеуің екі жаққа кетіп қалсаң не пайда? Баратын жеріміз бір емес, ал бір-бірін дамытып, бір жерге бару үшін ер мен жұп бір-бірін үнемі қолдап, қолпаштап, жаманын жасырып, жақсысын асырып, қате кетіп жатса жанын ауыртпайтындай жеткізіп, түзеп, жаңағы бір қисық қабырға деген сияқты сөздер бар, әйтеуір сылап, сипап, бір-бірін әйтеуір өмірден аман есен өлсек екен деп бір ағамыз айтқандай, әйтеуір бір-бірімен бақытты болып өмірден өтіп кетіп, жәннатқа кіріп кету да.